Досбол шешен қартайған шағында Наурызбай деген болыстың үйіне барады. Наурызбайдың үйі лық толған кісі екен. Ылғи жайсаң байлар. Досболға онша мән бермей босағаға таяу жерге отырғыза салады. Өзі болыс, өзі бай, өзі жас Наурызбай әркімді бір сөзбен іліп қағып отырады. Бір кезде босаға жақта отырған Досболға қарап, ана қарияның елінің қары әлі кетпеген екен-ау деп күледі. Онысы Досболдың үстіндегі жаман тон мен басындағы тері тымақты сықақ қылғаны. Оған Досбол шешен жауап бере қоймайды. Наурызбай біраздан кейін тағы Досболға бұрылып, ана кісінің үстінде дүниенің біраз байлығы бар шығар дейді. Сонда Наурызбайдың бұл мұқатқанына шыдай алмаған Досбол шешен былай депті: алма мойын көгерек, көлден көлге қонысар. Кедейден шыққан би болса, нашарды жақтап болысар. Азаматы сай, аты сай, көшсе нуға жетеді. Азаматы сай, шоты сай, қазса суға жетеді. Көлде жүрген қоңыр қаз, шөл қадірін не білсін? Шөлде тұрған дуадақ, көл қадірін не білсін? Атасы билік құрмаған, анасы үлгі көрмеген, сен сияқты зәнталақ ел қадірін не білсін? Уа кәрілік, саған не жаздым? Айғыр едім ат қылдың. Жалғыздық саған не жаздым? Сөйлер сөзге мәрт қылдың. Жарлылық саған не жаздым? Ағайынға жат қылдың. Ағайынның азғанын өзі білмес жат білер. Қапталдықтың батқанын есі білмес ат білер. Хан патшаның азғанын қырағы көзді халық білер. Менің кім екенімді білмесең, анау төрде отырған жаңа торы деген қарт білер. Сол кезде Наурызбай болыс орнынан ұшып тұрып, сіз Досбол шешен екенсіз ғой, қария, кешіріңіз, деп Досболдың үстіне жына тішігін жаба бергенде, ішікті серпіп тастап Досбол, мен ат мініп тон кигелі жүргенім жоқ, деп тағы тақпақтата жөнеледі. Қатқан тонды қартайған бір ғана мен емеспін. Бұдан бұлай кездессе, солармен де кеңескін. Атаның болма баласы халықтың болданасы деп, шешен мақтаншақ Наурызбай болысты жиналған халық алдында қатты ұялтқан екен. Кенесарының зорлықшылары сыр бойын мекендеген елді шауып, Биікбай батырды соққыға жығып кетеді. Оның ішіндегі Әжібай деген кісінің бір үйір жылқысын Қожық Мақашұлы айдап әкетеді. Әжібай қасына Досбол шешенді ертіп, қолды болған малын іздеп барады. Қожық ол тұста шу бойында отырады екен. Бұл оқиға 1844 жылдың жазында болған. Қожық сыр бойынан келген жоқтаушыларды 3 күн қонақ етіп, Досбол шешеннің өнеріне қанығады. Қайтар жолда Досболға қарап, бұйымтайыңызды айтыңыздар, дейді. Сонда Досбол тұрып, әкең Мақаш, өз атың Батыр Қожық, дұшпаның ерегіскен кетер тозып. Аспен айт шаһарлардың базарында, бәйге алды жүйріктердің жарыста озып. Басқадан есерлікпен шықтың озық, ерсініп дәлебезең күнде қозып. Болсар ағайынға шамаң бар ма, ақысын сұрай қалса қолын созып. Артынан іздеп келіп Құнантайын мөлейіп отыр міне Әжібайың. Елімнен өзіңіздей тентек шықса, осылай жемес едім қайғы уайым, деген екен. Досболдың сөзінен соң Қожық Әжібайдың жылқысын қайтарып бергізіпті. Досбол жігіт ағасы болған шағында қарт Батыр Қошқарға сәлем бере келіпті. Сонда Батыр тұрып, шырағым, осы сен жиренше шешенбісің, әлде алдар көсемісің депті. Сонда Досбол табан астында, төбеге би, төскейге мал толғанда мен жиренше шешенмін, ал жанға зор, жағаға қол жеткенде алдар көсемін, деген екен. Бір күні жиынның ортасында отырған Досбол шешеннен біреу, қол бастау қиын ба, жол бастау қиын ба, сөз бастау қиын ба деп сұрайды. Сонда Досбол, қол бастау қиын емес, көк найзалы ерің болса, жол бастау қиын емес, соңыңа ерген елің болса, бәрінен сөз бастау қиын. Тауып айтсаң мереке қылады, таппай айтсаң келеке қылады, деген екен. Досбол кедей бопты. Мал дәметіп, бай құдасына барады.
Қонақта отырғанда бай құдасы биден ешкімнен жеңілдің бе деп сұрайды. Сонда Досбол жоқ, жеңілгенім жоқ, тек 2 рет ұялдым депті. Бірде қасқырдан, екінші рет сенің қызың менің келінімнен. Ерте тұрып қотанда жүредім. Бір қасқыр қотаныма шауып кірді де, маған тілің жалаң-жалаң еткізіп өте шықты. Сонда ұялдым. Қасқырдың жаңағысы Досболдың қотанын шауып едім. Құрауыз кеттім-ау деген еді. Келінім түскен соң мал келгенде шелек алып қотанға кіріп барған ғой. Басқа қатындар бидің үйінде қой болмайтын шырағым, қайта қой депті. Келінім шелекті құр әкелгенде ұялдым. 5 күн кісі болып, пара жеп, орнынан босап қалған бір болыс ақыл алайын деп Досболға барады. Елге жақпай қалғандардың беделді адамдарды сағалағаны болған. Сол сабаз 90-ға келген Досболға келіп, бір жағынан оның теріс мінезін ұлыққа жеткізу үшін 3 түрлі сұрақ қойыпты. Бірінші сұрағы: жердің азғаны неден білінер деген сауал екен. Сонда Досбол: азған жерге сұңғыла шығар, оның гүлдері шұбар-шұбар. Дөңбекпей тамыры болар, сол уын қауынға жаяр. Қауынның пәлегі солар, ер еңбегі зая болар депті. Екінші сұрағы: көлдің азғаны неден білінер дейтін сөз екен. Оған: азған көлде несін бар, балығы кетер тулаған, бақасы қалар шулаған. Қоғадан басқа шөп шықпас, мал тұмсығын тықпас депті. Үшінші сұрағы: ердің азғаны неден білінер дейтін сауал екен. Оған былай жауап беріпті: ер азарында есірік болар, адамда бір-бір кеңсірік болар, елдегі арам адал болар, елдегі жақсы қазан болар. Жігіті кеселші болар, әйелі өсекші болар. Елдің шынары болмас, үлкеннің ұғары болмас, кішінің тұрағы болмас. Ел тозып ығыр болар, ер қажып тұғыр болар. Баққаны базар болар, айтқаны азан болар. Пәле түбі жұт, жақсы мінез құт. Күндердің күнінде ел бір жақсыға зар болар. Сонда сауал қоюшы: бұл сөзіңе тұралық, тағы бір сұрағым бар. Айт, сұрағым болса. Олай болса, кімді жаман, кімді жақсы дейміз? Досбол сауал қоюшының көкейі жақсы емес екенін білген. Бәлки оны сол заман тудырған пысықтардың бірі деп білген. Сондағы айтқаны мынау екен: 90-ға келген Досболды торламаққа келдің бе? Айтпасымды айтқызып зорламаққа келдің бе? Сілекейдей сөзің бар, ойнап тұрған көзің бар. Көңілім дария, сөзім жыр, ақылым алмас, тілім дүр. Мен айтсам тегін айтпаспын, айтқанымнан қайтпаспын. Әуелі бей жаман, ниеті қара, ісі қалаң. Ағайынды қарақтап, оны мұны сұраған. Ел қамын жеген бей бар ма? Жақсы бейде күй бар ма? Екінші жаман болысың, үшінші жаман ұлығың. Надандығы ұрының, адалды серік етпейді, арамнан алыс кетпейді. Елін сатқан иттерді жар алым деп етпейді. Ақыры қайыр іс емес, бұған көзің неге жетпейді? Төртінші жаман кім жаман? Мал аңдыған дін жаман. Күле кіріп үйіңе, күңірене шыққан сұм жаман. Құтырған түйе жаман, жармай жүріп шекпенге, сөз аңдыған сен жаман. Мінезде жаман не жаман? Бұзып бітті қу заман. Ақылсыздың сүйгені жаман, ақмақтың түйгені жаман. Жылмақай мінез жаман. Бойға күйез жаман, елге сияз жаман, ақырған ояз жаман. Айсыз түндей надан жаман, аузы тұшыған арам жаман. Ақылсыз болса балаң жаман, күншіл болса жақын жаман, өсекші болса қатын жаман, өтпесе пышақ жаман. Достық кетсе құшақ жаман, жүрмесе ат жаман, саудасыз болса сарт жаман. Ауруда безгек жаман, адал сынған кәззап жаман. Жақсы деген немене? Әуелі момын жақсы, бүтін болса ел жақсы, сулы болса көл жақсы, құтты болса жер жақсы, жұртын қадірлеген ер жақсы.
Мінезді болса жар жақсы, еңбекпен тапқан мал жақсы. Құста қаз жақсы, жылда жаз жақсы, жасқа қыз жақсы, асқа тұз жақсы. Қойға серке жақсы, жаман әйелден көрпе жақсы. Жүйрік болса тай жақсы, жылқыға сай жақсы. Адасқанда ай жақсы. Ақымақтың көңілі тоқ, ерлік мінезді ездікке сатқан, сенде итке шоқ-шоқ депті. Досбол 90-ға келіп, төсек басты болғанда, шиелі қыпшақтарының Байсын, Саудағұл, Нұржан деген 3 атқа мінері оның көңілін сұрай келіпті. Қонады, ертеңіне қайтуға қарағанда Байсын: «Уа Досбол аға, жасыңызда қазаққа қызыл тіл деген жол бермедіңіз. Аспандағы құста ауызбен ілдіңіз. Енді төріңізден көріңіз жақын қалыпты. Ол дүниеге не деп барасыз?» депті. Байсын соқыр, Саудағұл таз, Нұржан пұшық екен. Өз заманының ұлығы болған соң паңданып отырыпты. Кейбіреуі мұрнын ширатып, сақалын тарай беріпті. Досбол бұл мінезді жалғандық, азғандық, машық деп ұқса керек. Оның үстіне төріңізден көріңіз жақын деген сөзді ұнатпай қалады да тез жауап қатады: «Уа сабаздарым, тумақ болса өлмек бар. Менің ол дүниеге айтарым жоқ. Егер айтар болсам, кешегі аруақты ерлерге қонған бақ құсы қара шыбын болды. Ол ұшып соқырдың көзіне, таздың басына, пұшықтың мұрнына қонды деп барсам керек» депті. Ерденнің жалғыз баласы қайтыс болғанда, аяқ жетер жердегі ел түгел келіп, ақ жауып арулап қойған соң да, әр тараптан келген жайсаңдар мен жақсылар көңіл айтуға келгенде, басын көтермей, жалғыз баласының қайғысы қабырғасын қайыстырып, сартөсек боп сарғайып жатып алыпты. Бұл хабар сыр бойындағы Досбол шоқайларға да жеткен. Ел арасы шалғайлықтан мүрде жерленгеннен кейін 7-ші күні жетіпті. Үйге кіре аят оқып, өлгенге иман, тіреге береке тілеп, бет сипасқанда да Ерден жатқан орнынан қозғалмапты. «Уа Ерден!» депті Досбол. «Қайғырғанда көңіліңді демейтін ағайын туыс болмаса бір сәрі. Құдайға шүкір, ойдан қырдан жапырылып ағылып келіп жатса, бұл өліктің сәні, әрі көңілге дәр емес пе? Өлмесе қайда кетті бұрынғының кәрісі? Әлемді жалмап жұтса да, өмірінде тоймаған қара жердің талысы. Ерден-ау, өткенге өкінбе, келмеске күйінбе, өлім деген ұзақ жолдың алысы. Өлмек хақ, тумақ хақ, барлық жанның қабір емес пе барысы? Құдайға мұнша наз қылатындай ашынасы ма ең, әлде көз көрген танысы ма ең?» дейді. Бұған да мызғымаған. Шоқай малдас құрып отырған қалпынан ауысып, жүгіне қос тізерлеп, қамшысын мықынына таяна ұстап, аңға түсер мұзбалақтай шаңқ етіп: «Ей батыр Ерден, басыңды көтер жерден. Құдайдан да құдіреттімін деп мейманасаң тасып кеткен екенсің керден. Мыңдайдаған әкең Сандыбай да қара жерге енген. Оны мына шоқан көзімен көрген. Әулие болсаң, әкеңді де балаңды алып қалуға әлің қане келген? Көкті бу көтереді, жүйрікті ду көтереді, өлімді ер көтереді, ауырды нар көтереді. Ер емес педің, нар емес педің, талай құқайды көрген. Тағыда айтамын, басыңды көтер жерден. Құнсыз беріп пұлсыз алды, нең бар еді Құдайға берген?» дейді ашына. Ерден төсегінен шүйлі көтеріліп, сартап боп сарғайған жүзін орамалымен сипап: «Уа асып туған асылдар, қайғырсаңда қаншама, өлі артынан өлмек жоқ. Құрдымға қайыл кеткен соң, екі айналып келмек жоқ. Көтермесем басымды, көңілім өксік қаяулы. Ардақтыларым едің аяулы, салмақтыларым едің санаулы. Көңілде қайғы шементер, төбелерің көрінбеген соң күтіп жатыр едім, өздеріңдей асыл ерлерді», деп құшақтаса көрісіп, көңілдегі нала құсасын тарқатысып, 3-4 күн болып көңілін демеп, қайғысын бөлісіп аттанған екен.